Қайырымдылық қорын кім бақылайды? Халықтан жиналған жылуға ауыз салғандарды халық неге жазаламайды? Қайырымдылық қорларға кім шүйлікті? Әскерге көшеден алып кету жайттары заңды ма? Қорғаныс министрлігі әскерден жалтарғандарға қандай шара қолданбақшы? Енді жұбайының аяғы ауыр азаматтар әскерден босатылады. Мұндай шараға қорғаныс саласы қалай барды? Бүгін ұлттық валюта күні. Трамп келгелі доллар бағамы ерекше көтеріліп келеді. Теңгеміздің бағамы 30 жылда қалай өзгерді? Төл ақшамыз шекара асқандай емес, өз елімізде құнсызданып жатыр. Ақпарда аптадағы айтулы оқиғаларға тоқталамыз. Амансыздар ма? Халықтың ақшасына коттедж бен көлік алған белсенді Перизат Қайрат ұсталды. Еріктілер қозғалысының белсендісі және қоғамдық қайырымдылық қорының құрылтайшысы су тасқынынан зардап шеккен азаматтарға көмектесу үшін жиналған 1,5 миллиард теңгеден астам қаражатты жымқырды деген күдік келінді. Биыл көктемде ол елордадағы автосалондарда 88 миллион теңгеге Mercedes-Benz S450, 80 миллион теңгеге Lexus LX 600 және 39 миллион теңгеге Haval автокөлігін сатып алыпты. Одан бөлек Ақбұлақ Ривьера, Haval Ишим Gold, Көкжайлау, Villa Village тұрғын үй кешенінен үй сатып алған. Жалпы сомасы 600 миллион теңгені құрайтын елорданың премиум санатындағы Ақбұлақ Ривьера, Haval Ишим Gold, Көкжайлау тұрғын үй орындарын қоса алғанда, сондай-ақ Villa Village коттедж қалашығында жылжымайтын мүлік нысандарын сатып алды. Қазақстандықтардың қайырымдылыққа жіберген қаражат есебінен Перизат Қайрат Дубай, Доха, Лондон, Стамбулдағы 5 жұлдызды қонақ үйлерде демалған көрінеді. Бұл елдерде ол Cartier және Louis Vuitton атты танымал брендтердің аса қымбат аксессуарлары мен зергерлік бұйымдарды сатып алып, фешенебелді мейрамханаларға барып, яхталарды жалдаған көрінеді. Қылмыстық схеманы жүзеге асыру үшін достары мен туыстарына 8% сыйақы беріп, қордың ақшасы қолма-қол ақшаға айналдырып отырған. Еске сала кетейік, біз біргеміз еріктілер қорының жетекшісі Перизат Қайрат су тасқыны кезінде президентті де сынаған болатын. Ол әлеуметтік желісінде әкімдердің орнына біз жүгіріп жүрміз деген. Бұл бастаманың басы-қасында мемлекет басшысы жүру керек деп тым арықтау кетіп еді. Бір сағаттан кейін ол жазбасын өшіріп тастаған, біреуді сынайым деп жүріп, өзі сүрініп құлады деген осындайда айтылған шығар. Жылу жинағанда Перизаттың періштелері жолдан тайып кеткен сыңайлы. Қазір оның үстінен тергеу амалдары басталды. Кешелі бері әлеуметтік желіде түрлі әңгімелер жүріп жатыр. Әртүрлі пікір бар. Бірақ қайырымдылыққа келгенде жұрт өте талапшыл болып бара жатыр. Қалай ойлайсыздар, қордан қаражат ашық қойғанда болу керек пе, әлде жоқ па? Ашық болу керек. Әрине жасаймын. Бүгін қырық жұма күні, яғни көмек керек адамдарға көмек қолымызды созып тұрамыз. Ашық болу керек, әрине, себебі көмек керек жандар өте көп қой. Оларға көмектесу керек. Әр адам өз санасына байланысты деп ойлаймын. Қоғамда мошенниктер көп қой. Сондықтан енді мен олай ойламаймын, ашық платформада прямо. Ал енді қазіргі именно қарекет қоры дегендер енді молодцы. Шамамыз келгенде кішкене ақшамызды артылып жатқанда соларға береміз. Енді расында да көмек жаңағы қоғамда көмек нелері көбірек ашылса ғой деймін. Разы болсын деймін. Керемет. Көресің неше түрлі жақсы видеоларды көресің, үй әперіп атады. Халық бірігіп, бір-біріне көмек жасағанына өте ризамын. Кешелі біз біргеміз еріктілер тобының жетекшісінің ұсталғанына мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева да пікір білдіріпті. Волонтерлер қозғалысының белсендісі әрі қоғамдық қайырымдылық қорының құрылтайшысы Перизат Қайратқа қатысты тергеу қайырымдылық көмегін көрсету механизмдерін жетілдірудің қажеттілігін тағы да еске салып отыр. Қазіргі кезде Қазақстанда волонтерлік пен қайырымдылық белсенді түрде дамып келеді. Министрдің айтуынша, қайырымдылық шаралары алаяқтық пен пайда күнемдік әрекеттерге де қолайлы жағдай туғызып отыр. Сондықтан да қазақстандықтарды қайырымдылықпен айналысатын операторларды мұқият тексеруге шақырыпты. Бұл ретте өте сенімді серіктестермен ғана жұмыс істеуге шақырам деп жазыпты. Біздің қорымыз 2002 жылдан бері жұмыс істейді. Мүгедек балаларға көмектесеміз. Менің пікірім жаңағы талқылап жатқан мәжілісте жаңағы заң. Оны енгізуге болмайды. Өйткені менің ойымша біз
мысалымызға өзіміздің жұмысымызды алсақ, біз ешқандай да бір грант ұтып алған жоқпыз, ешқандай да бір ақша алған жоқпыз мемлекет тарапынан. Біз осы 23 жыл бойы демеушілердің арқасында жылы жүректерімен олар ақ ниетпен береді ақшаны, біз оны қолдай жұмсаймыз. Біздің жұмысымызды Instagram, Facebook сондай жүйелерге қарап отырады. Сосын біз фотоотчет, видеоотчет, финансовый отчет толықтай жібереміз бұларға напрямую. Бұлар напрямую бізге ақша жіберсе, біз сол өткізген күнде қолма-қол отчетін жібереміз. Қазіргі талқылап жатқан жаңа заң керек емес, онсыз да қазір агентство финансового мониторинга бар. Шынымен де соңғы кездері қайырымдылық қорына халық тарапынан күмән арта бастады. Өйткені біздің алдыңғы шығарылымда айтқан Асар Өме қайырымдылық қорының да қаржылық есебін халық талқылаған болатын. Тіпті бір блогер аталған қор қаражаты тиімсіз игеріліп жатқандығын айтып, түрлі дәлел мен дәйектерін келтірген еді. Артынша қор басшысы үндеу жасап ақталған болды. Дегенмен біздің пайымда қор басшысының айтқаны есеп емес. Бұл жерде бәрі қағаз жүзінде әрі заң аясында іс-әрекеттерге негізделген болуы тиіс. Таяқтың екі ұшы бар секілді қайырымдылық шарасына қатысты да арнайы ереже заң бекітілуі тиіс деп ойлаймыз. Өйткені қазір әлеуметтік желі ескен заманда осындай қорлар әлеу желіге жүктелген видеосын есеп бердім деп ойлайтын көрінеді. Ал әр тиыннан есептеп, бақылап отыратын арнайы органдарға мұндай есеп жарамайды. Бірінші кезекте осындай қайырымдылық қорының арнайы ережесі бекітілу керек. Өйткені дәл қазіргі желіде дінді жамылып, төтенше жағдайлар кезінде жылу жинайтын блогерлер қаптап кетті. Ал олардың халық қаржысының діттеген жерге жеткенін тіркейтін арнайы есеп парақшасы деген атымен жоқ. Осы орайда заң шығарушы орган қайырымдылық қорына қатысты ереже бекітуі керек шығар, қалай ойлайсыздар? Өйткені түрлі құйтыртқа істердің артында ел үшін шынымен ерінбей жүрген еріктілердің істері көрінбей қалама деген қорқыныш бар. Өйткені кешегі Асар Өме, бүгінгі біз біргеміз үйімі болсын камераның артында қаншама азаматтың еңбегі бары анық. Ал олардың еңбек ақысын төлеу, қатынау қаражаты барлығы осы ережеде тайға таңба басқандай анық көрсетілуі тиіс деп ойлаймыз. Сонда ғана жүрегі алып ұшып біреуге жәрдем беруге асыққан жандардың жүздері жылы ашық болмақ. Жалпы осындай ақпарат бір-біріне қолдау болған қазақтардың бірлігіне селкеу түсірмесі болғаны дейміз. Кейде жауапты орган көзбен көріп тұрған жайтты мойындамайтыны жаман. Сөзіме дәлел болсын, қазір әлеу желі болсын, біздің баспасөз орталығына да түрлі ата-аналардан шағым түсіп жатыр. Олардың айтуынша көшедегі балаларын күшпен әскерге алып кетпей жатқан көрінеді. Осындай жайт әсіресе көктемгі және күзгі әскерге шақыру кезінде көбейеді. Міне осындай жағдайдың бірнешеуін сіздерге ұсынайық. Бұрындары қыз алып қашу жайттарын осылай видеодан көретін едік қой. Енді бозбалаларды осылай күшпен әскерге әкетіп бара жатыр екен. Тіпті Қорғаныс министрлігі жастарды қарулы күшке тарту үшін Ішкі істер министрлігіне де жүгініпті. Министерство обороны уполномочено разъяснить действующий порядок. Қолданыстағы заңнама бойынша шақыру қағазын әскерге шақырылушының жеке өзіне тапсыру мүмкін болмаса, онда оның келуін қамтамасыз ету ішкі істер органдарына жүктеледі. Өйткені көп жағдайда әскерге шақыртылатын азаматтың тұрғылықты мекенжайы өзгеріп, немесе көшіп барған аудандағы әскери мекемеге тіркелмей жатады. Бұқаралық ақпарат құралдарының беттерінде тарап жатқан видеолар осындай жағдай кезінде түсірілген болуы керек. Адресу проживания. Не жолдан, не қолдан аламыз, болмаса шақырып аламыз деп отыр екен. Әскери сапты толтыруға қатысты заң жобасы мәжілісте де мақұлданды. Енді Қорғаныс министрлігі әскерге шақыруды 1414 нөмірінен SMS арқылы жүзеге асырады. Одан бөлек, енді әдейі әскерден жалтару үшін қайта-қайта оқуға түсіп, түрі жасап жүретін жастарға да арнайы заң шығыпты. Жаңа ережеге сәйкес енді бакалаврды екі қайтара оқи алмайсыз. Және әскерге баратын азаматтың қалыңдығының аяғы ауыр болса, онда 12 апта немесе одан да көп мерзімге кейінге қалдыру ұсынылыпты. Бүгінгі таңда 731 мың азамат, 731 мың азамат әскерге шақырушылар есебінде тұр. Соның 120 мыңы бізге әскерге жарамды. Ал 120 мыңның ішінен біз 40 мың баланы әскерге шақырамыз.
Ал сол енді барлығына жаңағыдай күл шашқандай халықтың барлығы әскерге келмей жатыр. Барлығы жаңағыдай көшеден қуалап әкетіп жатыр деген, ол жалған ақпарат деген болады. Себебі біздің қазіргі таңда қарасаңыздар 20 мыңнан әскер болатын болса, соның жарсынен көбін шақырып қойдық. Бірақ бірең сараңды жаңағыдай рейдовый мероприятие дейді жаңағыдай жалпы әскерге шақыру науқанын жергілікті атқарушы органдарға жүктелген. Осы орайда мәжілістегі депутаттар шенділердің балалары неге әскерге бармайды деген заңды сауал туындайды. Осы сұрақты журналист Ербол Сейілхан өзінің YouTube жобасында мәжіліс депутаты Абзал Құспанға қойған екен. Ал депутат былай деп жауап берген көрінеді. Бірде бір рет мен бір танысымның, туысымның өтінішін орындап, Оралдағы мысалы үшін әскери комиссариаттың басшылығына өтініш айтқан емеспін. Өзімнің айналамда бәрі армияға барды. Аман-есен барды, аман-есен келді. Армияға барған бәрібір мүгедек болды, бәрібір болмаса ана дүниеге аттанып кетеді деген, олай енді кішкене айқайға сүрен қосу ғой, былайша айтқанда. Ал мен бұл жерде айтқым келіп отқаны, мына осы биылғы жылдың қыркүйегінде оқуға түсті, оқып жатыр, шыдап, былайша айтқанда. Бұлардың да психологиялық жағдайына әсер етеді жаңағыдай. Тым қатты жаңағыдай. Армияға мүлдем балдарды алмау керек деген сөзбен енді мен қандай жағдай болса да келісе алмайды екенмін. Ал енді онда болып жатқан өлімдерге енді менің тікелей кінәм жоқ қой енді. Біз оны көтеріп жатырмыз, депутаттар. Енді арнайы комитет бар бізде. Сол қорғаныс ісі жөніндегі және комитет бар. Сондағы әріптестеріміз арқылы біз мынау болатын барлық шараларға қатысып жатырмыз. Анау министрді де шақырып жиналыс өткізді. Жабық жағдайда енді әскерге қатысты нәрсенің көбі құпиямен байланысты ғой. Мен өз басым баламды беруден қорыққан жоқпын. Енді менің одан үлкендер енді қыз балалар, одан кейін ұлымды көріп жатармыз енді. Өзім ағайындарымның да, ағаларым, апаларым, балаларым да жаңағыдай армияға барған және барып та жатыр. Ешқайсысын армияда мен алып қалған шәтім болған жоқ. Сондықтан біздің әсіресе қазіргі геосаяси жағдайда біз армия қатарын күшейтпесек, дәл қазір әлсіретуге мүлдем болмайды, дәл қазір. Енді заң жобасы екінші оқылымда мақұлдануы тиіс. Содан кейін ол Сенаттың қарауынан өтеді, тек сосын ғана президент оған қол қояды. Депутаттың пікіріне бірде қарама-қайшы ой айтқымыз келіп отыр. Өйткені сапқаулын жіберіп, табытын құшақтап қалған ата-аналардан бірнеше мәрте сұхбат алған едік. Қанша қайғы жұтқанымен оларға әскерге балаларын бармасын деген пікірді айтпады. Тек саптағы жазатайым немесе қастандық жасалған оқиғалардың тергеу амалдары әділ өтсе дейді. Қазаға жауапты адамдар жазаланса деген пікірде. Әскерге даладан алып кеткен дұрыс па? Дұрыс емес. Біз ел болғасын, заң бар. Заң болғасын, әркім мемлекеттік болмасын, не болса да заңға сай істеу керек. Көшеден үндемей баланы алып кету, ол дұрыс емес. Қашу дұрыс емес балдардың енді армиядан. Но заң бар. Не болса да заң бойынша нормасы бар, сол бойынша алып кету керек. Но я считаю, наверное, это неправильно, потому что, во-первых, согласно, наверное, действующему законодательству Республики Казахстан должны быть какие-то правильные принятые правила, то есть не просто так взять с улицы человека, забрать его. Во-первых, это все-таки же психологически это влияет на молодых ребят, которые только вот, как говорится, подрастают. Это наше будущее поколение, это будущие защитники, которые должны, не боясь идти, что там им будет плохо, а наоборот, они должны чувствовать поддержку со стороны власти, что они не только защитники, но и, конечно же, что они будущее. Айтып ауыз жиғанымызша, Жетісу облысында әскери қызметкер қайтыс болды. Жетісу облысында оқу жаттығу кезінде көз жұмған Дәулет Нұрланұлының туыстары қайғылы оқиғаның мән жайын білгісі келіп отыр. Жаркент қаласында 26 жастағы офицер қапыда жан тапсырды. Туыстары сараптама нәтижесі азаматты қинағанын дәлелдеді деп отыр. Сараптама қорытындысын оқып берейін. Дәулет Нұрланұлы тұншықтыру нәтижесінде қайтыс болды деп жазылған. Сараптамада інімнің аузына шүберек салып, аузын жапқан деп хабарланған. Сосын қылқындырған делінген. Аталған сарбаздың қазасына қатысты тың ақпаратты алдағы шығарылымдарда сіздерге жариялайтын боламыз. Егер дұрыс түсіндіре алсақ, бұл әскерге ұлдарын жібермеуге үгіттеу емес, керісінше әділдік орнап сапта қайтыс болған азаматтардың істері
тыңғылықты қаралуға септігін тигізу деп білерсіздер. Егер осындай жайттар тіркеліп жатса, осы шығарылымның астына пікір қалдыруларыңызды сұраймыз. Барлық жазған пікірлеріңізді бақылап отырмыз. Халық партиясының баспасөз қызметімен байланысқа шығып, бұл мәселені біздің үш YouTube арналарынан шығатын бағдарламалардың бірінде көрсетуге мүмкіндік бары қаперіңізде болсын. Арнамыздың сілтемелерін осы шығарылымның астынан таба аласыздар. Бүгін ұлттық валюта теңге күні. Дәл бүгін доллар бағасы 493 теңгеге көтерілді. Ал евро болса 519 теңге болып тұр. Дәл осыдан 31 жыл бұрын төл валютамыз айналымызға енгізілді. 30 жылдан астам уақыт теңге тәуелсіздігіміздің кепілі ретінде экономикамызға қызмет етіп келеді. Жалпы теңге деген атауды Халықаралық инженерлер академиясының академигі ғалым Сауық Тәкежанов ұсынған еді. Тарихқа үңілсек, 1992 жылы 27 тамызда Ұлттық банк теңге купюрасының үлгілерін бекітті. Ертесінде қазақ валютасын өмірге келтірген суретшілер Тимур Сүлейменов, Меңдібай Алин, Ағымсалы Түзелханов, Қайролла Әбдіжәлелов Англияға аттанды. 1992 жылы теңге дизайндағы портреттер бекітілді. Сосын алғаш рет Ұлыбританияда басылып шықты. 1993 жылы 12 қарашада Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасында ұлттық валюта енгізу туралы жарлыққа қол қойды. Ал 1993 жылы 15 қарашада дәл бүгінгі күні тәуелсіз Қазақстанның төл валютасы айналымға енді. Теңге бірінші айналымға кірген күні 1 доллар 4 теңге 75 тиын болып бекітілген еді. Одан бері не өзгерді? Теңге негізінен әр мемлекеттің экономикалық дербестігінің белгісі емес пе? Сондықтан да әлемдегі нарыққа қалай теңге бағамы өзгере түседі? Өзіміздің ұлттық банкіміз бар. Әрине, елдегі теңге айналымы бағамының сақталуына ең бірінші осы ұлттық банктың төрағасы жауапты. Ең бірінші Дәулет Сембай ұлттық банкке төрағалық етті. Ол 1994 жылдан 1996 жылға дейінгі жетекшілік жасады. Ол өз қызметін дағдарыстың әбден кішірейген кезеңінде қабылдап алды. Бұл уақытта теңге 9 еседей құнсызданды. Одан кейін бұл мансапқа Ора Жандосов келді. Ол ұлттық банкты 1996 жылдың қаңтарынан 98 жылдың ақпанына дейін басқарды. Бұл кезеңде теңге тұрақтылығын барынша сақтап, 1 доллар үшін 66-тан 76 теңгеге дейін 16% ғана әлсіреді. Одан кейін таққа Дамитов отырды, реттеушінің 4-ші басшысы болды. Оның жетекшілігі кезінде теңге 1 доллар үшін 76 теңгеден 141 теңгеге дейін 84% шамасында құнсызданды. Григорий Марченко ұлттық банкты бәрінен ұзақ басқарған болды. Алғашқы рет маңызды қаржылық лауазымға 1999 жылдың қазанында қабылданып, ұлттық банк жетекшісі креслосында 2004 жылға дейін отырды. 2009 жылы реттеуші басшылығын тағы да қабылдап алды. Әнуар Сайденов банкты 2009 жылға дейін 5 жылдан астам уақыт бойы басқарды. Бұл мезгілде теңгенің нығаюы жалғасып, 139 теңгеден 121 теңгеге дейін 13%-ға нығайды. Сайденов жетекшілігінің соңында әлемдік қаржы нарығындағы ахуал өзгерді. Барлық жерде дағдарыс өршіп, теңге айтарлықтай қысымға түсті. Одан кейін аталған орынға Қайрат Келімбетов тағайындалды. Маңызды банкты 2 жылдан астам басқарды. Бұл кезеңде теңге 1 доллар үшін 153 теңгеден 280 теңгеге 80%-дан астам құнсызданды. Одан кейін Данияр Ақышев ұлттық банктың 9-шы басшысы болды. Бір аптаның ішінде теңге 300-дік белгіден асып түсті және 13 қарашада 1 доллар 307,8 теңгеге сатылды. Кейін ұлттық банкты басқаруға Ғалымжан Пірматов келді, одан соң Ерболат Досаев тағайындалды. Қазір ұлттық банктың тізгіні бұрынғы экономика министрі Тимур Сүлейменовтың қолында. Теңгенің нығаюы ұлттық банктен бөлек үкіметті басқаратын адамдардың іскерлігіне де тікелей байланысты. 2017 жылдан 2024 жылдың арасында біздің теңгеміз бар болған 12%-ға ғана құнсызданды. Яғни 2017 жылы 1 доллар 420-440 теңге болса, бүгінгі күнде 1 доллар 495 деп есептейік, 92-93 болыпты. Сондықтан теңге бүгінгі күнде көрші мемлекеттердің биржаларында сатылып жатыр. Мәселен, Москва биржасында, Қытайдың Шанхай биржасында, Өзбекстанда теңге банкіміз бар, біздің Қазақстанның банкі жұмыс істеп жатыр. Теңгемен жұмыс істесе
болады. Қырғызстанда банктеріміздің филиалдары бар. Біз мынау Грузия мемлекетінде мұнай газ бойынша және порт бойынша біздің инвестицияларымыз бар. Румынияның мұнай өнеркәсібі біздің сол ақшамызда деп айтсақ болады. Сондықтан біз шетелдерге де инвестиция жасап, осы теңгенің құдіретін асырып жатырмыз. Осы орайда сіздерге ұсынған кестеге назар салыңыздар. Қаржыгерлер мынадай рейтингі дайындапты. Ұлттық валютаның ең үлкен құнсыздануы Сергей Терещенконың үкіметі кезінде болған. Девальвация 1000% құрады. Барынша тұрақтысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың премьерлігі кезінде болып, девальвация 7% болды. Даниал Ахметов премьерлігінде теңгенің ең айтарлығындай нығаюы орын алып, ол 20% құрады. Туған күніңмен теңге нығая бер, экономикамыз қуатты, теңгеміз тұрақты болсын. Осы сарымен апталық шығарылымымызды аяқтаймыз. Аман сау болыңыздар.